сен сезіне алған әрбір нәрсе ол Құдайдың ризығы деп білемін. Біз сол бір жағынан шектеп қоятынымыз бар, ақшаны ғана ризық деп. Менің ризығыма шектеу болып жатқан бәлкім менің әке шешемді кешірмеуім, немесе менің ризығыма шектеу болып жатқан ол менің мышлением. Мысалы бір адам діни құндылықты бұзып соны насихаттап жатса, екінші адам оны тоқтатуға ақысы бар. И зебрада инфаркт болмайтын себептерінің бірі сол өткенді қазбалап өткенмен өмір сүрмейді. Отын тасисың немесе отқа су тасисың да. Екеуі де әсер бермейді. Ол нәрсе сенің позицияңды анықтап береді. Жеткілікті толық жаңа ешқандай кемістігі жоқ жаңағыдай. Құжат бұл Алланың құзырында, Аллада дейді. Әкем мен саған ренжідім деп тұрса, шапалақпен тартып жүрген соң тағы да травманың үстіне травма деп қойса. Ассалаумағалейкум. Бізде кезекті подкастымызда қонақтар бар. Әдеттегі Тимурлан бауырым және де Арсен бауырымыз. Сонымен бірге бұл біздің 5-ші шығарылымыз. Тақырыпты бағаналы бері ойланып отырмыз. Қалай істейміз, не істейміз? Мақсат не болған? Мақсатымыз негізі бүгінгі подкасттағы менің түсірудегі мақсатым. Осымен өзі тақырып айқындалады деп ойлаймын. Ризықтың түрлері. То есть біз ойлап жүрген нәрселердің барлығы ризық па, ризық емес па, одан кейін табыстың көздері бар. Мысалға табысқа бағытталған кітаптар, табысқа бағытталған курстар бар. И олардың қайбірі шынайы табысқа бағытталған, қайбірі бағындай бір сол жердегі спикердің мүддесі үшін бағытталған. Осы мәселелерді сөйлессек дегенбіз. Онымен бірге ата-анаға реніш қаншалықты біздің табысымызға әсер етеді, қаншалықты біздің өмірлік жетістіктерімізге әсер ететіндігінде бір көріп талқылап шықсақ. Және де бұл исламдағы құндылықтарда, яғни исламдағы приоритеттерде қаншалықты дұрыс деген мәселелер бар. Осыларды да бір сіздермен бөлісеміз. Діни маманмен. Иншалла. Сол үшін Арсен бауырымызды шақырдық. Жалпы тақырып қысқа сөйлеммен болмады, өйткені ойымызды жинақтай алмай тұрық, келісе алмай жатырмыз. Бағаналы бір атауын қалай қоямыз деп. Атауын қоймай, осылай бастай берейік. Неден бастаймыз? Ризықтан бастайық. Жалпы Арсен ұстазымыздан. Ризық деген жалпы не? Шариғатта дейміз ба, әлде Матруди ақидасы бойынша дейміз ба? Және де қазіргі халықтың түсінігіндегі ризық қандай? Ризық тең риск деген сияқты нелер бар. Риск па? Иә. Бисмилля, уассалату вассаламу аля расулилля. Рабби шрах ли садри ва яссир ли амри вахлул уқдатан мин лисани яфқаху қаули. Тағы да ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Баршаларыңызға. Енді рисктің күніміздегі бізге белгілі анықтамасына келетін болсақ, жалпылай тілде дейміз ғой. Адамда бар Алланың тарапынан берілген нығметтердің барлығы рисктің негізгі категория атауына кіреді. Мысалы бұл денсаулық болсын, отбасы болсын, ақша, мал мүлік болсын деген сияқты. Денсаулық деген секілді мәселелер. Бірақ мысалы кейде андай ғой, мысалы жалпы анықтама берген кезде, мысалы именно жаңағыдай, кәламға, ғылымға қатысты кітаптарға егерде ашып қарайтын болсақ, мысалы бір нәрсеге анықтама беретін болсақ, сол мысалы кітап жазылып жатыр ғой, сол кітап жазылып жатқан кездегі сол не дейміз ғой, халықтың ахуалы бар ғой, соған қарасты беріледі. Сондықтан біздің қазір күніміздегі егерде жаңағыдай ризыққа қатысты көзқарастарды болмаса кең таралған мәселелерді аятын болсақ, жалпы не қандай? Обстановка ма, болмаса контекст қандай? Көбімізде қазір бізде риск деп айтқан кезде көбінесе жаңағы ақша, материалды жаңағыдай бір нәрсеге қол жеткізу деген сияқты ғана нәрселер меңзеледі. Сондықтан бұл жерде мен уже бөліп алу керек деп ойлаймын ше. Негізгі риск деген мәселе, яғни тек қана ақша, басқа бір мәселе деп қарастырмай, именно бізде сондықтан осы жағына айтатын болсақ, асылында дейді, енді рискқа талпыну керек, рисктің жаңағы кеңею, мол болуы деген сияқты. Соның ішінде мысалы хадистерде де келтіріледі, тіпті Құран ішінде де қатты бұйрықтар бар деген сияқты осы мәселе. Бірақ рискқа қол жеткізу рисктің өзі үшін ғана болмау керек та. Өйткені мысалы осы мәселеге қатысты қарасты қарайтын болсақ, именно рисктің мәселесіне қатысты бірнеше көзқарастар болған ғой. Тек мал, дүние, мүлік деген сияқты. Бірақ бізде рисктің өзі бұл негізгі мақсат емес та асылында. Риск ол бір құрал көрер. Ал мақсат оны ар жағында жатыр. Шейх Хамза Бакри хафизаллаху тағала. Соның мысалы ютубта да сабақтар бар, жалпы Матруди ақидасы бойынша мысалы Тамхид қауади таухид деген кітап бар. Соның түсіндірмесіне жалпы осы рисктің мәселесін талқылаған кезде айтады, риск деген жалпы дейді, бұл былайша адам болсын, жануар болсын, оны былайша андай қорек азық болып барып,
денесіне тарқатылып энергия болып барған нәрсе дейді да, тарқатылып. Не үшін дейді да, бұл просто тарқату емес қой адамның жаңағы ризық мәселесі. Не үшін адам өзінің денесіне жіберіп не істейді? Оның ар жағында все равно бір не, адам өзі не үшін жаратылған болса, жаңағы ғибадат үшін, сол ғибадатқа арнау дейді да. Өзі үшін ғана емес. Яғни ризықтың өзіне қол жеткізу, бұл жай ғана көп ақшаға ие болу сондай бір мәселе емес. Ризықтың өзінің ар жағында тұрған асылындағы негізгі мақсат бұл ризыққа қол жеткізгеннен кейін сен ол денеңе таралып, кейін барып өзінің бүткіл қабілет потенциалын Алланың жолында құлшылыққа арнау ше. Енді құлшылық енді әртүрлі формада болады, кім қай салада болады, сол жаққа жұмсайды деген сияқты. Но жалпы осындай, бұл жердегі айтайын дегенім, ризық жай ғана жаңағы негізгі мақсат деп қарастырмау керек, бұл жай ғана бір құрал ше. Егер де осындай бізде бір түсінік бар болса, оның ар жағында уже мәселе кішігірім ашықталады деп ойлаймын ше. Осындай кішігірім бір нюанстар бар. Біз қазіргі таңда қателігіміз ризық үшін ғана бару деп айттыңыз ба жаңа? Иә, сондай ғой. Мақсат болып кеткен құрал. Андай білімді жаңағы андай сияқты ғой, білімді болу үшін алу деген сияқты ғой. Білім негізі асылындағы мақсат ол емес қой. Бірінші өзіне жаңағыдай муталим да келеді ғой, өзіне надандықты алып тастау деген сияқты. Кейін барып Алланың разылығына жету, кейін барып уже басқа адамдар шақыру деген сияқты. Ризықтағы негізі мақсат, түпкі жаңағы мақсат та сондай болу керек та асылында. Жарайды, сен табасың, не істейсің, бірақ қайқа оны жібересің ше? Балана қалдырасың ба, не істейсің, басқа жерге жібересің ба? Бірақ бұл жердегі негізгі мақсат все равно жаңағыдай болып тұрған ар жағында Құдай сені не үшін жаратқан болса, соның разы болатын жолына қарай бағыттау дейді да. Әртүрлі енді позицияда, біреу мысалы бизнесмен болса жаңағыдай діни жақтан жіберіп, біреу ілім жолындағы болса сол жаққа жіберіп деген сияқты. Бұл әр адам несіне байланысты, өзінің қабілетіне байланысты. Мен былай түсінемін, сенің көз ашқан сәтіңнен бастап, жалпы енді бір күнде алатын болсақ, біз бір күнде ұйықтауды қоспаймыз ғой. Таңнан кешке дейінді біз бір күнде есептейміз, қолданыстағы форматта. И сол көз ашқан уақытынан бастап кешке дейінгі жатар кезге дейінгі көзің көрген әрбір нәрсе, құлағың естіген әрбір нәрсе, сен сезіне алған әрбір нәрсе ол Құдайдың ризығы деп білемін. Яғни сені қоршап тұрған адамның сезгі нелері бар ғой, сонымен сезе алатын, естумен, иіскеумен, оның барлығы тыңдауменен, ұстап көру арқылы, оның барлығын ризық деп білемін. Жәнесе бұл ризықтардың ішінде ең қайырлысы бұл ғибадат. Ғибадаттың өзі ризық деп түсінемін мен. Құдай бергеннен кейін адам сол нәрсеге ие болады. Ақылды болғаннан кейін емес па? Андай бір лайықты болғаннан емес, Құдай мейірім еткеннен кейін ол адамға. Енді ризыққа қатысты бізде тек қана сол шектеу арқылы ғана біз бір жағынан шектеп қоятынымыз бар, ақшаны ғана ризық деп. Бірақ ол нәрсеге осы жерде андай сұрақ туындады, қай кезден бері неге өтіп кеттік? Көп нәрсе ақшаға тіреліп кетті ғой қазір. Мен успешный болғым келеді. Успешный адам деген қандай десең, ол айтады, бай адам деуі мүмкін. Немесе мен ризығымның молайғанын қалаймын дейді. Ризығың молаю деген не десе, ол көп табыс деп айтуы мүмкін. Қашаннан бері, қай периодтан бері, немесе қандай бір адамдардың айтуынан бекен, немесе бір қоғамға солай алып келді мекен, қашаннан бері сондайға өтіп кетті? Бір пункт па? Иә, ризық деген тек ақша немесе табыспен ғана өлшену, успех тек ақшамен ғана өлшену деген сияқты. Бисмилля. Енді бұның түпкі тамырына қайтатын болсақ, бұл не дейміз андай? Бану Исраил ұрпақтарының жаңағыдай претензияларының бірі ғой. Кезінде жаңағы Дауд жаңағыдай бір салих кісіні Дауд алейхиссалам патша ретінде тағайындайды ғой. Сол кезде айтады ғой, міне сіздерге осы кісі билік етеді, басшылық етеді деген сияқты. Мықты жауынгер, салихалы кісі деген сияқты. Сол кезде жаңа еврейлердің айтқан нелері, претензиялары қандай болған? Анна якуну лаху мульку алейна дейді. Қалай ол бізге басшылық етеді дейді. Қалай бізге билік етеді, патшалық етеді. Ва нахну ахаққу бил мульки минху дейді. Жаңа мал, мүлік, дүние жағынан келген кезде одан көрі әлдеқайда лайықтырақ біз дейді ғой дейді. То есть бұл жерде именно жаңа бір глобальный бір масштабный деңгейде бір мәселе болып жатады. Сол кезде кім жаңағыдай бірінші позицияда, лидерлік позицияға кім лайықты деп айтады ғой. Сол кезде айтады, жоқ, ода дүние жоқ, ақшасы жоқ деген сияқты. Сондай уже призма жалпы сол кезден бастап келе жатыр деген ғой. Бұрында ол бар кәдімгідей. Бізде негізі ажырататын нәрсе де осы да. Сол кезде айтады, уалам юта саата минал мал дейді. Жаңа Талут деген кісіге дүние жағына ешқандай кеңшілік берілмеген ғой дейді. Сол кезде айтады Дауд алейхиссалам, қола инналлаху софаху алейкум дейді. Жоқ, Аллах Тағала оны сендерден үстем етіп, сендерге жаңа билік ету үшін осы кісіні таңдады дейді. Уазадаху бассатан фил илми вал жисм. Яғни оған былайша екі жағынан мықтылық берді дейді. Қандай?
ілім жағынан және дене бітім жағынан дейді да. Одан бізде негізінде асылында осы көзқарастарға қайтатын болсақ, жаңағыдай сол кезден бастап келе жатқан болса, біз өзіміз ажыратып болу керекпіз. Қай позиция шығамыз ше? Егер лидерлік жаңағыдай сипаттарға не тек қана материалды жаңағыдай деңгейлерге риск, ақша сондай призмаға қарайтын болсақ, онда ілім мен жаңағыдай исламдағы негізгі басқарушылыққа лайықты қылатын нәрсе екі сипат. Ілім мен жаңағы дене бітім жағынан сау болу деген сияқты, Алланың нығметімен. Сол нәрсені ажыратып болу керек та. Бұл бірінші мәселе, ол жалпы тарихта бұрыннан бар. Екінші мәселе не дейді? Капитализм дей ма? Шаммен сол кезден бастап келе жатыр деп ойлаймын. Өйткені жаңағы енді батыста алатын болсақ, жаңағыдай барлығы не дейміз, кішігірім ақшамен бүйтіп байланысып бастаған кезден бастап алынады ғой уже. Сол кезден бастап. Именно батыстың шіркеулері сәл әлсіреп бастаған кезде, мысалы Фома Аквинскийдің учениесі болған томизм деген сияқты. Екінші Ватикандық соборына құлады. 1920 жылдары кейін барып жаңағы шіркеу батыс барлығы әлсіреді. Кішігірім адамдар не істеді? Жүре береміз ба деген сияқты шіркеуде. Давайте там мал ақша мүлік табайық деген сияқты, крестьян болып шаршадым деген сияқты, өзіміз ақша табайық, бизнес жасайық деген сияқты сондай нәрселер шіркеулерден алыстату үшін сондай іс-әрекеттер жасалынды да. Бұны не үшін айтып жатырмыз? Исламмен қандай байланысы бар десеңіздер, все равно Европадан келген нәрсе, оның буы бізге де жетеді. Ресей арқылы болсын, сөйтіп белгілі 40 жыл шығар, 50 жыл шығар, бірақ ақыр соңында жетеді. Сондай көзқарастар бізде егер Европада бұрын қалыптасқан болса, тамырлары өсіп, бізде оның көріністері қазір енді жаймен де шығып жатыр. Бұл екінші себеп. Үшінші себеп, бізде не үшін ақша деп айта береді, өйткені біздің күніміздегі жаңағыдай. Былайша көптеген діни емес, көптеген кітап дүкендерін қарайтын болсақ, жаңағыдай Думай богатей, Наполеон Хиллдің кітаптары, басқаша бір нәрсе, алхимик, подсознание может все деген сияқты кітаптардың барлығы асылында не нәрсеге итермелейді. Олар жазған адамдар кімдер? Әрине жаңағыдай батыстық в кавычках құндылықтармен сондай бейімделген адамдар жазды. Біздікілер оны оқығаннан кейін сәйкесінше сондай көзқарастар не істейді, адамға жақын бола береді. Сіңіре бере ма жайында? Сіңіре береді. Егер де жаңағыдай адамның алғашқы фундаменті жаңағыдай еңбектер болса, бұл өте қиын. Бірақ егер мысалы исламдың шариғат барлығын қалай не бар, өзінің ақысын беріп кейін барып жаңағыдай мысалы финансты үйренетін болса, онда ол дұрыстау. Өйткені фундамент жақсы деген сияқты. Оны не істей алады? Екі жақта да дұрыс қарым-қатынас жасай алады, әр нәрсенің өзінің ақысын бере алады деген сияқты. Бірақ егер де жаңағыдай фундаменті дұрыс болмаса, онда тек қана жаңағыдай крайний бір позиция дейміз ғой, радикалды ғана позиция болады. Сондай өкінішке орай. Келісемін. Қиындатып жіберген жоқ бүйтсек болады. Енді осы жерде қараңыздар, ризық жаңа енді біздің қарапайым халықтың несімен алайық та, табыс деп ше, табыс ақшамен ғана өлшейтін болсақ, немесе жалпылама ризықты алатын болсақ, ол кеңие ма, тарыла ма, немесе бір сондай лайфхактар бар ма, психологиялық жақтан кіріп менің ризығыма шектеу болып жатқан, бәлкім менің әке шешемді кешірмеуім, немесе менің ризығыма шектеу болып жатқан ол менің мышлением деген сияқты бір моменттер жағынан кірейік дегенім ғой. Қазіргі таңда енді бізде практикада сол болып жатыр ғой. Осы жақында қазіргі заманда жақында подкастқа бардық та, бизнес разборға шақырды, енді қай түрімен барғанын білмеймін десек ғой. Сөйтіп ана кісі айтып жатыр да, мен табысым 700 мың миллион дейді да. И я в то же время понимаю, что мен қазір пахать етсем, мен 4-5 миллион табатынын да білемін, яғни тағы да көбірек табылатынын білемін дейді. Бірақ бір психология жағынан проблема бар ма, или бір мышлениямда не бар ма деп жатыр да. Сіз ойларыңыз қандай деп сұрап жатыр да. Не айтып жатырмын да оған. Біріншіден, табыстың артпауына сенің миыңдағы установкалардың қаншалықты несі тікелей қатысы бар жоғын білмеймін дедім да. Ол біріншіден. Мен түсінігімде басым бөлігі жоқ дедім. Екіншіден, ол қатысы болса да, ол точно миллион либо 700 мың тауып жүрген кезде емес дедім да. Яғни сен бір 20 миллион таза тауып жүрсің, сосын келтен 1 миллиардқа бір условие түсті, опа, уже басқа уровень ғой, басқа весовой категория ғой. Сондай кезде может енді тоқтату мүмкін. Бірақ мен қазір 500 мың тауып жүрмін, енді бір 700 мың табайын деп жатсам, миымда бірдеңке тоқтатып тұр деген сияқты моменттер ғой. Соған енді сол жаңағы ризықты енді табыс деп алайық халықтың түсінігінде. Өйткені көбі сөйтіп ойлайды ғой. Енді соны көбі айтады, кеңейтудің жолында мен мынандай әрекет жасап жатырмын, психологпен жұмыс жасап жатырмын, өзімнің ата-анам кешіріп жатырмын, установкалармен жұмыс жасап жатырмын. Или жаңа думай и богатей. Неге работай и богатей емес? Думай просто и богатей. Или там подсознание может все. Негізі не может все подсознание десең, шариғатқа салса. Бірақ сондай моменттер жағынан кіріп көрсек деген ғой. Қандай нәрселер қазір халықтың арасында болып жатыр. Соған байланысты бір нелер де болып жатыр, өздеріңіз білетін шығарсыздар.
халықты жинап алады да 4 күндік бір семинар сияқты, ол жақта билетеді, шыңғыртады, айғайлатады, жылатады, эмоцияларын качать еткізеді. Содан өзгеріп шығасың дейді, немесе бір жаңа табыстың несіне шығасың дейді. Сондай жаққа бір тоқталсақ деген қазір ортада актуалды болып жатқан. Оған неше түрлі қыздар барады, еще орамалды қыздар. Мен бұрын енді сынайтынмын оны кәдімгіше, ол дұрыс емес деп, қазір жас балалар істеп жатыр ғой. Бірақ достарым айтатын, сен өйтіп сынауға құқығың жоқ деп ше. Өйткені сен өзің бармағансың, ол армиясы мықтан, аны жеп тастайды сені ше. Сен өзің егің жүрмейді деп. Сөйтіп барып келгем деген ғой, мен өзім барып кәдімгі көріп. Тағы бір нәрсені осы жерде сынауға құқығы жоқ деді ғой, осы жерде айтылатын нәрсе бар да. Мысалға, мен Қазақстанның туын аяқ асты ететін болсам, бір адам келіп маған әңгіме айтатын болса, мен сынауға құқығың жоқ деп айта алмаймын. Өйткені ол қоғамдық нормада, ол Қазақстанның туы маған да, саған да, ол бәріне тиесілі. Солай, діни құндылықтар бар, ол бәріне тиесілі. Мысалы, бір адам діни құндылықты бұзып, соны насихаттап жатса, екінші адам оны тоқтатуға ақысы бар. Өйткені оның құндылығын бұзып отырды. Ол айтады, мен қалағанымды жарайды, сен онда мен де қалағанымды істеймін. Сен бандай орамалды қызды некесіз жігітпен құшақтасуына үгіттесең, мен ол нәрсенің қате екенін, ол нәрсені жасамау керек екендігіне мен үгіттеймін. Әркім өзінің қолындағы құралмен нарыққа шығады. Сөйтіп еще мен сол барып келдім ғой. Барып, әдейі көріп, күшті екен деп жер болсаң әңгімені. Бір жылап алдық деп ше. Мысалы, просто андай да, Ибрахим алейхиссаламның кезеңі ғой. Не отқа отын тасисың, немесе отқа су тасисың да. Жалпы ол жердегі ол нәрсе екеуі де әсер бермейді. Ол нәрсе сенің позицияңды анықтап береді. Кімнің алдында? Құдайдың алдында, қоғамның алдында. Мәселе осы жерде. Подкаст ар жақ бер жағы жоқ, ауыр болайын деп тұр. Шынымен. Қайталап көрсіз. Сол жақтан кірген дастеке кіріңіз жай-жай. Бұған жай-жай кірудің қажеттілігі жоқ. Сразу көру керек болған. Иә, бұған Тюбесінен түсе салу керек. Бұдан алдыңғы подкастымызда да айтқанбыз. Бірінші мәселеге тоқталайық. Енді қандай нәрсе бар? Әр адамның философияда әр адамның пікірі өзі үшін ақиқат. Солай ма, Әреке? Желделес айтпақшыны. Релятивизм несі, продукт. То есть, сенікі өзің үшін ақиқат, менікі өзім үшін ақиқат. Сен ақиқатың, сен мен тиіспеймін, мен ақиқатыма, сен тиіспеймін. Бірақ ғылымда аргумент деген нәрсе бар, дәлел, фактілер сөйлейді да. Екі ақиқат бір жерде болмайды деген бар ғой. Иә, мысалы қандай да, неге адамдар психологиядан, осы философиядан сөйлеуге құмар болады? Өйткені ол жерде тоқтайтын нүкте жоқ та. Мысалға фихта тоқтайтын нүкте бар да, исламда. Немесе математикада тоқтайтын нүкте бар. Химияда тоқтайтын нүктесі бар. Болды, сен ештеңке істей алмайсың. Физикада да дұрыс. Алгебрада анық та, ол анық көрсетіліп болған. Сен екіні қоссаң 4 та, сен әке-шешеңе ренжуіңді кешірсең, ол ешқашан 6 болып қалмайды. Дәлелдей алмайсың да, ол жерде көп нәрсені қойып тастаған. Мына жақта есе әркімнің өзінің ақиқаты бар, сол үшін әркім өз ыңғайымен сөйлейді да ол жерде. Сол себепті психологиядан сөйлейтіндер өте көп. Жалпы философия, психология деген бұл түбірі сол нәрсеге барады ғой. Одан кейін екінші мәселе, ата-анаға реніш деген мәселені алайықшы. Ата-анаға мысалға мен бардым, қазір мен әкеме ренжідім, қаншалықты менің табысым артады деген мәселе бар. Мен сенбеймін ол нәрсеге. Неге? Өйткені мен қазір аттарын оқып бере салайын. Бәріміз танитын кім бар? Apple'дың основателі. Стив Джобс. Стив Джобсты әке-шешесі ұрмақ түгіл беріп жіберген. Просто беріп жіберген. Алады да беріп жіберді. Бірақ не істеді? Стив Джобс болды. Пақ шіркін тағы кім бар? Мысалы қазіргі қазір немесе бұрынғы Starbucks'ың CEO-сы бар, Ховард Шулц деген кісі. Тура солай. Кедей отбасынан шыққан, әкесінің бандай бір жұмыссыз болғандығы, қатыгездігі, травма алған. Кәдімгі әкесінен травма алған. Ламборгини бар.
Иә, ол бар. Lamborghini да сол. Мысалы киносында да көрсем, енді өмірде де тура сондай да. И одан бөлек өте көптеген адамдар бар да тарихта. Басында әке шешесінен қолдау алмаған, әке шешесінен. Енді мен солай сенем. Менің сенім жүйем солай. Дәлелдермен, фактілермен сенем. Ол Құдайдың аяттары емес. Мысалға пайғамбар саллаллаху алейхи аршқа көтерілуі мұғжизасы. Мен ол нәрсеге фактсіз сенем. Бұл имани мәселе да. Бірақ мына өмірлік мәселе болғаннан кейін бұл жерде мен дәлел талап етемін да адамдардан. Сен бір нәрсені айтып отырсың ба, демек дәлелмен айтуың керексің. Енді мен қарсы пікір ретінде айтамын, тура осындай бір уровеньдағы адамдарды көрсет, который кезінде әке шешесіне ренжу болады и жұмысы жүрмей жүреді да. Сосын әке шешесіне ренжу шешеді, сосын барып бандай бір жүріп кеткен ол бандай жүріп кеткен ол қалай 1-2 миллион ғана разница да. Ол 1-2 миллион разница негізі кішкене өзін-өзі қамшыласа жететін жер еді. Бағанағындай ғой 700 мың мен 1 миллион тауып жүр, 4 миллион табуға не кедергі? Сен жалқау болған кедергі. Негізінде ол еркелік, ол әкеңе деген обидаң емес, просто сен өзіңнің сорбасыңа, сорлығың, и ондай адамдарға өзіңдей ақымақ елге арамза молда дейді. Содан кейін келеді ол нәрселер. Сол себепті маған көрсетсін, который әлемдік нарықта салмағы бар кісілер да. Міне мыналар бар осындай жасағанда. Оған неден келді жалпы? Адам өзі эмоцияға жақын болғаннан кейін ба, әлде? Жоқ, бұл жерде, бұл мәселеде мен былай айтам да, ата-анаға деген реніш бұл сенің ішкі жүрек тыныштығыңды бұзады. Жүрек тыныштығыңды бұзады. Фокус шашыратады. Фокусты шашыратады. Жауапкершіліктен қаштырады. Іліп жібересің ғой жаққа. Иә. Маған қатым жоқ деп. Ал енді оларды не істейтін болсаң, не дейді, кешіретін болсаң, қарым-қатынасың дұрысталатын болса, ішкі тыныштық орнайды, и өмірінде аз да болсын жүйе орнайды да. Егер бұл логикамен алатын болсақ, әйеліне реніші бар еркектерді байи алмайды. Негізінде да байғың келсе, онда қатынның батасын ал деген әңгімеге шығып келеді бұл жерден. Ондай бар. Кез келген адам конфликттен кейін андай бір басым бөлігі адамда рахат өмір сүре алмайды ғой. Кез келген конфликттен кейін адамда өзің прав болсын, бекер ұрыстың ба деген ой болады да. Тем более жүрегіне жақын адам болатын болса, қатты батады ол нәрсе. То есть травмалар бар. Иә, бұл нәрселер кейбір жерде кедергі болады, кейбір жерде адамға қолдау болады. Мысалы, кезінде сені кедей отбасынан шыққан үшін ешкімнің сені мойындамай қоюының артынан ондай табандылықпенен кәсіпте белгілі бір дәрежеге жетуің мүмкін. Немесе өзіңіз мысалы білесіз, зерттеулерді оқығансыз, спортта жетістікке жетуің мүмкін да. Бірақ осындай тұстар да бар да бұл нәрсенің, травманың андай бір керісінше пайда бергендері. Әрине, ол андай ғой. Бірақ жері бар, теріс әсер еткен жері, бірақ жері бар, ол Гитлерде. Әкесі қатыгез болған. Терісіне ол бірақ штук. Отбасынан жылу алмаған адам жылыну үшін өзінің ауылын өртейді деген сияқты ма? Сәтсіз тәжірибе. Жоқ, андай бар, мынандай бір не бар. Не үшін кішкентай бала туа салғанда жылайды деген момент бар. Шыңғырып жылайды дүниеге келген кезде. Соның жауабы ретінде өкпесі күйіп кетеді полный. Яғни андай кислород. Иә, анасының ішінде ол ауа жұтпаған ғой. Оттегі керек, сол полный күйдіріп жүр, сол үшін қатты жылайды дейді да. Алғашқы травма. И сол жерде айтады да, сенің бірінші секундтан бастап травмаң дейді да. Яғни ол травма деген енді белгілі бір деңгейде қашып кете алмайтын нәрсе ғой, бірақ бізді формировать ететін емес, әркімді индивидуально өзінің тұлға қылатын нәрсесі сол емес па деген сияқты. Керісінше сені сонда бір мықты деңгейге жеткізуіңе. Антихрупкостағыдай ғой. Яғни сен терің кесілгеннен кейін оның орнына қайтадан тері емес, шрам шығады. Яғни теріден мықтырақ нәрсе шығады деген сияқты. И сондай микро травмалар, немесе кішігірім өмірлік сынақтар сені формировать етеді дегендей ғой. Мен мәселе дұрыс шыға білу ғой. Асылында травма деп жатқанымыз травма емес қой, бұл сынақ қой. Ол мысалы сынақтан дұрыс шыға алмасаң, ол саған травма болып қалып сөйтіп отырады да. Сынақ деген мысалы жаза ма, сынақ па деген сияқты адам білмейді ғой. Қашан өзінің позициясын анықтап алмаса. Али радиаллаху анху айтпақшы, сынақтың арты сені жаңағыдай Аллаға жақындатсаң, онда сені жақсы көріп берген сынағы деген сияқты. Керісінше алыстатсаң, онда шынымен сені жаңағыдай саған берілген азабы деген сияқты, нихмасы деген сияқты. Зебрада не үшін инфаркт болмайды деген кітап бар да. Зебрада не үшін инфаркт болмайды деген жүрегінде. Сөйтсе, ана енді арыстан, гепардтар қуалайды ғой зебраны.
қашады, оны стресс қой, сұмдық не ұрады, адреналин ұрады. Сосын қашып қуалап болғаннан кейін барады да дальше тұрып спокойно тұрып шөбін жей береді екен да. И зебрада инфаркт болмайтын себептерінің бірі сол өткенді қазбалап өткенмен өмір сүрмейді дегеннен алып келеді да. Яғни ол қазір барып адамның айырмашылығы ол бір не сынақтар болып қалады да, одан кейін оны тағы да 5 жыл арқалап жүру мүмкін. Жоқ, осының кесірінен анау не үшін мен мына жолбарыс қуалады, қуаламағанда мен ана жерде тұрушы едім деген сияқты. Ал зебра сол моментте қашады, аман қалды ма болды, памятінде түк жоқ. И нетеді андай шөбін жеп жүре береді, сол үшін инфаркт болмайды деген бір әзіл не бар. Сол сияқты. Бүгінгі подкасттың қорытындысы зебра болма. Зебра болу немесе алтын балық болу деген бар ғой, тоже көрген шығарсыздар. Алтын балық. Иә, алтын балықтың да несі 3 секунд па 5 секунд па сонда памяти. Ол жерде енді бір бүткіл нәрсені ұмытып алаңғасар болып жүр деген мағынада емес. Ал білмеймін, енді қатып қалған дүниенің үстіне қайтадан су құйып, оны бытқытып шығарып деген сияқты момент қой ол. Жоқ, просто ата-анаға ренжіс мәселесінде оны былай не қылуға болады да. Олар дұрыс деп білген нәрсесін берді ғой. А кажется қате болып шықты да. И енді ол дұрыс деп білген, біз ол жерде талапшандығын бағалауымыз керек олардың. Жоқ, еще оны біз қате емес деп айта алмаймыз ғой. Өйткені өміріміз біткен жоқ қой. Егер де біз 70 жасымызда бір өміріміз бітіп жатқан кезде ғана, білмеймін, 80 жасымызда немесе 70 жасымызда мен сол кезде папа мамам хорошо, что бір шапалаған беріп жіберіп еді, сол үшін мен қазір уже мынандай кезде мынандай нәрселерге бармаймын, немесе темекі шегуді сол кезде қойып кеткенмін деп. Қысқасы айтайын дегенім, адам дұрыс емес деп айта алмайды, өйткені өмір әлі біткен жоқ. Ол қазір дұрыс емес деп ойлап жатқан нәрсесі 80 жасында оның алдында дұрыс болып шығуы мүмкін да дегенім ғой. 40 жастан кейін ақыл тоқтайды, 40 жастан кейін де негізі жайлап бұл нәрселерге анализ жасаған дұрыс деп ойлаймын. Сол кезде шешім қабылдаған. Бірақ өкінішке орай 40 жастан кейін көп адамдардың ата-анасы болмайды. Уже поздно болады ол кезде. Енді жаңағы нелерге кірсек Аракент, бұл ризықты арттыра ма шынымен? Шыңғырып айғайлау, реніш, атанан кешіру, психологтармен жұмыс жасау. Бұл енді психологияны ғылым ретінде проблема жоқ. Ойнаймыз біз қазіргі псевдо немесе ислами психология деп кетті қазір. Жоқ, психологияға ешқандай проблема жоқ, бірақ қашан психологияға андай рухани жаңағыдай эзотерикалық нәрсе араласа, бұл ғылым деген атауынан алыстайды ше. Бізде мәселе осы жерде. Реально мысалы академикалық ғылыми алаңда психология дәлелдемелі. Және күнімізде не дейміз, қарапайым халықтың арасында жүрген псевдопсихология екеуі тең нәрсе емес та. Көп академиктер ренжиді, мынау снес деген сияқты, андай эзотерикалық бір жаңағыдай түсініксіз көзқарастар деген сияқты. Бір жағынан жаңағы сіз айтып жатқаныңыз нәрсе, жаңағы егер де жаңа айтылды ғой, мысалы ата-анасына деген ренішін қойып, соны артынша жаңағыдай табысқа жеткен екеуінің арасында корреляция дейміз ба, байланыс деңгейін мысалы анықтау мүмкін ба, мүмкін емес па деген сияқты. Шынымен онда сол енді психология егер де айналысатын болса, жаңағыдай адамға нейрофизиология жағынан дәл сол сәтте жаңағыдай ренішін жіберерден алдын электроэнцефалограф кигізіп басына, сосын барып соны анықтап қандай реакция болды, соны реакцияның артынша барынша тағы да исследование жасап табыс көзі ашылды деген сияқты бір не керек, дәлме-дәл не керек, эксперимент керек та. Бірақ өкінішке орай ондай жоқ та, өйткені өлшенбейді да ол нәрсе. Абсолютті ақиқат деген нәрсе емес ол. Ондай нәрсе өлшенбейді. Өлшенетін жалғыз ғана нәрсе бар, бізге нақты кескінді болып түскен нәрсе ше. Алланың бұйрықтары, Алла есін саллаллаху алейхи уассалам жаңағы хадистері ше. Осы неге байланысты ризық, туыстық қарым-қатынасты жаңағыдай ұстап тұру, оны үзбеу және артынша берекесі, тулул умр дейді. Онда әл-баст фир ризық деген сияқты, яғни ризықтың жаңағы кең болып жайылуы, болмаса жаңағыдай өміріне береке болуы, өмірдің ұзаруы, тулул умр деп келеді да. Енді бұған қатысты көзқарастар бар, но жалпы бұл жерде сонда біз қайтатын болсақ, асылында бұл оны ар жағында қандай нәрсе тұр? Сен Алланың бұйрығын орындайсың, сол арқылы саған разылығы келеді, разылығың артынша саған ризығың кеңейеді. Я болмаса Алланың бұйрығынан бас тартасың, соның артынша саған не келеді? Алланың былайша несі келеді? Сынағы келеді, былайша азабы деген сияқты осы дүниеде. Сондай өткені мысалы хадисте де келгендей, мысалы осы дүниеде көптеген жаңа адамның күнәларының артынша жаңа азабы арғы дүниеге негде юддахар дейді ғой, юддахар. Сол сақталынады арғы дүниеге. Тек қана екі нәрседен басқасы дейді. Әл-бағию уа қотур рахим деп солай келеді. Бағию деген Аллаға қарсы жаңағыдай үкім шығарып сөйтіп не істеу, екінші жаңағыдай туыстың қарым-қатынасты үзу дейді. Бұның азабы уже осы дүниеде беріледі деген сияқты. Сондай да. Мына жақта қазір маған ойыма келіп жатыр да, ол андай
белгілі бір деңгейде тағдырға разы болмау деген нәрсе шыға ма шықпай Алланың астарында несіне- жаңағыдай енді мен не Иә. үшін мындай семьяда тудым, неге олар бүйтті, бір сынақтардың келуі дегендей. Сондай ғой асында енді мысалы егер де шынымен тумаларға басқа бір айналамызда адамға ренжитін болсақ, онда алла елшісі саллаллаху алейхи вассалам солай ренжуге ең лайықты адам еді да. Әкесінен мысалы туылмай тұрып, бүйтіп көрмей тұрып бірден әкесінен айырылды, кейін барып 6 жасында анасынан айырылды, тағы 9 жасында солай кете береді. Баласын жерледі дейсің. Кішкентай баласы, кішкентай кезінен бастап неше түрлі былайша егер күніміздегі немен айтатын болсақ, енді алла елшісіне ондай әдепсіздік болады, ондай нәрсе айту, травма деген сияқты. Бірақ сондай нелерді көрді, Алланың хикметімен, даналығымен сондай кезеңдерден өтті да. Сондай. ана мейірімі. Иә. Сондай да. Егер жаңағы ойбай көрмеді десең, керек болса, мысалы Амина анамыз оны 4 жасында да нереге жаңа Халима анамызға беріп жібереді ғой. Бәдәуилік бір жерлерге ше, жазық далаға беріп жібереді деген сияқты. Керек болса, ол анасынан да айырылды да. 1,5 жыл, шамамен 2 жылдай жаңа анасының қасында болмады. Кішкентай деген сияқты. Мәселе ол жақта емес, сынақ бола береді, бірақ сынақты сен қалай қабылдайсың? Соны артынша қандай түйінге келесің ше? Ақыл дейді ғой. Ақыл деген сол да, адамда ақыл қылатын нәрсе. Қандай түйін шығарасың? Оны сен Құдайға жақындатады сол түсінік, болмаса сен өзің жеп ақыр соңында былайша айтқан кезде барлығына недоволен болып жүресің. Бірақ соның артында қандай нәрсе тұрады? Жасырын тәкаппарлық тұрады да асылында. Саған барлығы міндет, саған жасау керек, бүйту керек. Сен жаңағыдай не дейді андай осы өмірде бір нәрсеге қол жеткізе алмай жатсаң, масондарға кінәлі пәлен дегендей сияқты. Тура сондай сияқты нәрсе да. Барлығы кінәлі, тек қана сен емессің деген сияқты. Асылында жаңағыдай жауапкершіліктен қашу, біреуге жауапкершілік арттырып жіберу деген нәрсе тұр да. Сондай бір мәселе. Бұл жерде енді не берсек, жаңа мысалы табыс деп алдық қой. Енді соның артуына біріншіден қандай бір қабілеттерге немесе фокус қойған дұрыс. Жаңа бір түрлі тренингтарды жағалап кетіп айғайлап тауға шығып дегеннің орнына, және де екінші жағынан сіз не берсеңіз, пол жалағанға инструментал нәрселер. Андай береке беру жағынан жаңағыдай туысқандық қарым-қатынас деген сияқты бір практикалық бір діни жағынан деген ой. Бірінші мәселе қандай да бір тренингке барып Аллах тағала тиым салған нәрсені жасап табыс табу ол қайырлы емес мысалға да. И ол нәрсе түбінде жақсылыққа алып келмейді. Мысалға Құдай сақтасын енді, бірақ біреудің қызын, біреудің қарындасын барып құшақтап не қылып немесе Алла сақтасын екі адамды билетіп қою деген сияқты кім жасаса да, бәлкім ол миллиардер шығар, ол действующий олигарх шығар, мультимиллионер шығар да, мәселе емес. Бірақ Құдайдан бай емес қой, Құдайдан асып сөйлейтін. Егер ақша оған сөйлеуге құқық беріп жатқан болса, Құдайдан бай емес та, Құдайдан асып сөйлейтіндей. Сүлеймен пайғамбарымыз біраз нәрсе айтушы еді, онда десеңізші. Бір сөз бар еді ғой. Күллу шайин бидайатуху ла турдиллаха, нихаятуху ла турдика деп ше. Әрбір нәрсенің бастамасы. Арабша білетін керек емес. Қандай да бір кез келген нәрсенің бастамасы дейді да, Алланы разы қылатындай бастамасы болмаса, сондай болмаса, оның соңғы нәтижесі адам өзіне разы болмайды дейді да. Сондай. Китап бір хикам деген өшім еді. Мәселе сол жерде енді бағанағыдай курстарға неге барады, өйткені жауапкершілікті біреуге береді ғой ол жерде. Мен барам, ана менің әкеммен проблемам шешіп береді, и сосын мен мынаяқтан табысым артады деген нәрсе бар да, жоқ. Бұл абсолютті шындық емес, өйткені мен бағана өздеріңіз интернеттен көрсеңіздер болады, бағандай жетімдер үйінен шыққан, әке шешесімен дұрыс қарым-қатынас құра алмаған кісілер бар да. Мен қазір бір-екеу ғанасын айттым. Біреуі Starbucks'ның CEO-сын айттым, екіншісі Apple'ның негізін қалаушысын айттым да, бір фаундер мен бір CEO-ны айттым. Бұл оның өзі менде көп оған ұқсаған оқиғалар. Нақты табысқа алып баратын, нарықта сұранысқа ие болған қабілеттен жалпы қабілеттер екіге бөлінеді. Біріншісі бұл біздің іскерлік қабілеттер, бағандай мысалға видео монтаждай алу, одан кейінгісі мысалы білмеймін, Word-қа бірдеңке түсіре алу, hard skill мен soft skill. Екіншісі бар, бұл біздің ұзақ мерзімді қабілеттер, ұзақ мерзімге жарамды, бұл коммуникация құралу, стратегия, жүйелі ойлана алу, жүйелі жоспар құра алу деген секілді, анализ жасай алу деген секілді, ұйымдастыра алу, үйрете алу, түсіндіре алу, топты жетектеу деген секілді. Проблема шеше алу. Мәселелерді шеше алу, қашпау, әке-шешеге жүктемеу деген секілді. Шынайы, реалдық шынайы өмірге шынайы қарап дұрыс бағалай алу сәтті. Осындай бір қабілеттер бар. И бұлар адамға әрқашан керек. Адамның бұл зерттеулерде бар.
табысқа жетуінің негізгі бағандай 81% адамдар жетістікке жетуінің себебі осы екен. Осы қабілеттерін бағандай коммуникация құралуменен, жоспарлай алумен, жүйелей алуменен, лидерлігіменен, топты жетектей алумен деген секілді да. Яғни осындай бір қабілеттердің себебінен ол кісі жетістікке жетеді екен да. Осы жерде бірдеңке қоса салайын. Soft skill'дар hard skill'дың үстіне қойылу керек. Оны да ескерсе. Өйткені адамдар жаңағы білмеймін, коммуникация дегенді өлтіріп алған, базар жоқ общенияға жатып алған, бірақ қолынан түк келмейді деген сияқты да. Үйтеді сөйтеді, бірақ давай бизнес бастайық деп бастады, бірақ жеме-жемге келген кезде андай да. Кәсіпкерді, мен енді кәсіпте мынандай бір нәрсені ұстанамын. Жақсы адам болу ол мамандық емес деп айтамын. Жақсы адам болу, енді сен өзіңнің мамандығыңда мысалға 10 шкалада бағалайтын болсақ, 10 шкалада сен білуің керексің. 10-да 10 білу керексің. Одан кейін оның үстіне бағандай коммуникацияны қою керексің, жүйелеуді қою керексің. Одан кейін барып приоритетке бөле алу көп қой. Осындай бір қабілеттер бар, осы мәселелерге көңіл бөлу керек. Бірақ бұлар еңбек, жәнесе бұл 6 ай мен 1 жыл, 2 жылға дейін уақыт кетеді. Бұл қабілеттерді меңгеру үшін. Кейбір кісілер айтады, меңгерілмейді деп айтады. Кейбір кісілер айтады, енді қосымша нелермен жасауға болады деп айтады да. Саналы түрде шешімі ұзақ мерзімді ойлану ғой. Яғни тағы да бір нәрсе айтайын, мен де қазір есіме түсіп жатыр да, маған бір қыз келді, Галбразборғашы. Сөйтіп бағанағында біз айтып жатырмыз ғой, тренинг бірдеңке деп. Сол жерге 6 рет па 8 рет па барған ғой. Сосын мен айтамын да, не деген, не сені апарып жатыр ол жаққа деп, шындай қалай сен қайта баруың сыр не деген кезде ол қыз былай айтады. Бірінші барған кезде настолько эмоциясын качать еткен, сөйтіп ана нелер кетіп қалған ғой миындағы, все, мен қолымнан бәрі келеді, мен бүгін барамын да бүйтемін деп андай бір нелер кетіп қалған, шаблондар ше, еркін бол, там потенциалыңды аш деп біздер айта береді ғой. Ол шариғатқа сай емес па. Сөйтіп бұл шыққанда, сторисына шыққанда бірдеңке үйтіп бүйтіп үшін бір наставничество ма, курс ма, бірдеңке сатып жіберген үшін миллион теңгеге ше. Миллион теңгеге сатып жіберген, соны бір рет жасаған и қайтадан 6 рет 8 рет баруының себептерін соны қайталай жүр екен да. Өйткені ана бір рет болып қалды ғой. Сәті түсіп. Ана андай қызық не бар, бір көтерілмей жүруі мүмкін, бір арыстан баптың басына барып домалағаннан құдай деймін, содан сынап, немесе бір сәті не совпадение болып қалды деген темасы ғой. Өмір бақи сонымен сыналуы мүмкін деген сияқты ғой. Сөйтіп бірақ қызығы ол жерде бір нәрсені ескермеді, гиперкомпенсация мен сондай нәрсе бар ғой. Яғни сен қаншалықты, мен бір бұрын студент кезде айтқан сөзім бар еді, тез жанған махаббат тез сөнеді деп ше. Аяқ асты лап ете эмоциямен жанса, оның сөну ықтималдығы жоғары да, бүйтіп келген не уже ол осознанно болуы мүмкін деген сияқты. Сол сияқты ол қызық айтып жатырмын да, сенікі базар ұшқан шығар, бірақ организм одан кейін 2-3 есе жерге қарай құлатады деймін да. Бір как будто бүткіл энергияңды бағыттап жағып жібергендей. Сол сияқты қызығы жаңағылар, кейбір адамдар сондай жерге барып бір табыс тауып кетуі мүмкін. Ол біріншіден содан сыналып та жатуы мүмкін. Именно соған қатты иман етіп қойғаннан кейін, ойбай осы ғана шешеді дегеннен кейін. Екінші мәселе жай сәйкестік қана болып қалуы мүмкін. Үшінші мәселе, оның кері нәрсесі бар, сен бірнеше есе болып құлайсың қайтадан, өйткені эмоцияңды андай Red Bull ішіп алып жұмыс жасаған сияқты ғой. Сенің артық энергия, организм әрқашан бір 60-80% энергияңды ұстап отырады ғой. Сен 60-ында шығар жерінде, бірақ ана емкость аккумулятор отырған сияқты ары қарай уже истощение бола бастайды ғой. Соны ескермейді. Сөйтіп құлауы мүмкін. Және де көбі соны қайталаймын деп соған сүйеніп, адам контекстіне сүйеніп алған бір жаратылыс қой, контекстіне сүйеніп шешім шығара береді, бір рет атып кетсе өмір бақи ата беремін деп ойлайды, немесе бір қиыншылық келіп қалса өмір бақи осы қиыншылықтан шықпаймын деп жүре беруі мүмкін бұрынғына сүйеніп. Бірақ контекстіне сүйеніп, ладно, оған кірмей ақ қояйық, философский тақырып болып кетеді. Айтайын дегенім, осындай бір эмоционалды қысқа мерзімді бір нені істемей, ұзақ мерзімдіге ойлану, және қызығы в тотале осы ұзақ мерзімділер ұтады. Яғни жаңа өзінің бір қабілеттілігін дамытқан, немесе бір саланың маманы болуы, білім алуы, проблеманы шеше алуы ұзақ мерзім талап етеді, бірақ в тотале соны ұтасыз. Шешім ретінде енді жаңа біз ондай жерге бармайтын болсақ, не істесек болады дейтін сұрақтың жауабы ретінде айтып жатқаным ғой. Оданша сондай курсыңызды алыңыз. Сіз мысалы бухгалтерсіз ба, өзіңіздің бухгалтерлік қабілетіңізді күшейтетіндей, ары қарай финансистқа өтіп кететіндей деген сияқты ғой. Просто андай ғой. Forbes-тегі Қазақстандағы нарықтағы миллионерлерді алатын болсақ, бірнешеуін танимын. Чайда ішкенбіз. Кеше де отырдық біреуімен. Күні кеше. Чайда ішкеміз деген басқа жатыр. Кеше вроде четверг емес еді. Кофе деп айтайықшы, кофе ішіп тұрағанбыз. Кеше де отырдық ол кісімен. Қарапайым, өте қарапайым кісі, өте қарапайым.
бірақ мен солардың бір билегенін көрмеген екенмін. Билеуді де білмейді. Мысалы қарапайым тойда билеуді білмейді да. Шылай алмаймын. Бірақ енді ана олармен сөйлесесің ғой, айтады да, әкемнің ұрған кезінде дейді да, андай бір биліктері болатын дейді да. Яғни тиырын не қылып жіберетін дейді да, қызартып, көгертіп, қарайтып жіберетін дейді да. Бірақ енді әке шешесін ол кісілердің өкінішке орай кейбіреуі жоғалтқан, кейбіреуі тек қана анасы бар, кейбіреуінің тек қана әкесі бар да. Бірақ олар біледі, бағалайды да. То есть ми көріп жатыр, мен көріп жатқан нәрсеме сенемін ғой. Менің миым да турасын көріп жатқан нәрсеге сенеді ғой адамның миы, ақпараттармен, дәлелменен. И мына жақта мынандай бір нәрсені шығарады. Енді олар егер дәлел берсе, қабылдауға дайынбыз. Бірақ аргументі практически болу керек қой. Осы жерде бірдеңке айта салайын. Сізге бүйтіп сөз берейін деп маған кек қалып жатырдан да арқама қазір осыдан кейін беремін десең ғой. Өте маңызды нәрселер сыртынан қоршалған. Өте құнды маңызды нәрселер сыртынан қоршалған. Не деген нәрсемен қоршалған? Қарапайымдылық деген нәрсемен қоршалған. Яғни біздің қателіктеріміздің бірі жаңағындай бірдеңкені қазбалап барып оңай бір мәселелерді қатты қиындатып жіберуге жақынбыз да адам табиғатынан. Ол біріншісі. Екінші мәселе өте құнды ақшаға сатып ала алмайтын нәрсенің барлығы тегін. Мүлдем пайдасыз нәрсенің барлығы ақша тұрады. Пайдасыз деген бұл жерде білім деген мағынада айтып жатқан жоқпын. Бағанағыдай 3-4 күндік семинарлар соған кіреді. Иә. Жоқ. Мысалы айтсам денсаулық, бір ауаны жұтуымыз деген сияқты ғой енді тақсы бір тамақ жеп одан әжетханаға баруымыз, ұйықтауымыз, оның барлығы енді бір ақшаға сатып ала алмайсың ғой. Аллах тағала былай беріп қойғанда, және де ол құнсыз нәрселер. Бірақ кейбір нәрселер бар, Диордың сөмкесі немесе бір Ferrari деген сияқты, ол мүлдем кемеуі мүмкін, Диордың тәпішкесі деп жіберіп жатса. Жоқ, мағынада ондай мәселе емес. Бірақ сондайлар өмірімізге қатты кейбір сәттерде әсер етпеуі мүмкін. Ол алуға проблема жоқ қой, бірақ ақшаң жетіп жатса, зекетіңді беріп жатсаң, садақаңды беріп жатсаң, не проблема ол? Просто Инстаграмда жылдап соны айтпа да, 5 миллионға киінгем деп. Не айтып отыр едім? Сондайларға ақша жұмсаймыз. Сол себепті мен ойлаймын да, енді жаңа адамға өте маңызды нәрселер, бір бақыт беретін нәрсе, ол білмеймін, қанағат болуы мүмкін, бар нәрсені бағалай алу деген сияқты моменттер беруі мүмкін да, бірақ оның сырты қарапайымдылық деген нәрсемен қоршалған ғой. Біз қарапайымды это не работает деп түсінеміз ғой. Немесе бір жұмыстың шешімі бар, бұны былай шешесіз ғой. Жоқ, мен қиындатып, оны бір финансист шақырып, есебін шақырып. Оны бүйтіп жасайса шешілетін проблема еді. Бірақ менің миым оны қабылдамайды. Бұны оңай шешуге болады, жоқ, бұл қиын жолмен шешілу керек. Бұрынғы нәрселерді қазбалау керек дегенге алып келіп жатқан. Енді осы жақта сіздің де проблемаңыз бар сияқты, әке шешеңізбен десең. Бізде жетеді десең ғой. Әкемнен 5 жасымда айырылғанмын десең. Әрекен, сізге қатысты жаңа біздің аяқтан қабілеттерді дамыту түсіндік. Діни жақтан, діни емес енді ислами жақтан. Ислами жақтан бір сөз айтып жіберейінші. Сөйлеуге құқығым болмаса да. Имам Шафиден сұрайды ғой бір кісіге. Әкеммен талассам бола ма дейді да. Әңгімеге келіп қалдық, таласқа. Мен правмын дейді, менікі дұрыс дейді. Әкеммен таласуға ақым бар ма дегенде Имам Шафи айтады, әкеңнің тәпішкесімен де таласқа түсе алмайсың дейді ғой. Ол таласу бір мәселе ақиқат болған нәрсенің үстінде, және ол мубах амалда, парызда емес, мубах нәрседе әкесі екеуі келіспей қалды. Ана немді заттарын нетіп жатыр, сенің затыңда өзіңде әкеңдіксің дегенде бар еді ғой. Бұның, кстати, бір түсіндірмесі бар оған байланысты. Ол бөлек па? Ол хадистің жалғасы бар. Жалғасын. Фитнаны алдын алу үшін. Қараңғымыз ғой десең да. Енді әреке осы жақтан енді мына жақты түсіндік. Енді қосымша енді баланс қой. Біз тек дүниені ғана нетеміз, немесе дүниенің бүткілін тастап мен тек қана деп мешіттен де шықпай қоймаймыз деген сияқты. Сол екі қанат тең болу үшін, мына жақтан бір берекелі болу үшін қандай бір әрекеттер бар, қадамдар бар хадисте, Құранның аяттарында. Біріншіден береке дегеніміз не деген сұраққа жауап берсеңіз. Өйткені адам біз андай әңгімені жібере береміз, бірақ ол адамға өтпейді, өйткені ол мәселені өзіміз түсініп тұрған жоқпыз да. Мен қазір айтуым мүмкін, ол табыстан бұрын сен ол берекелі болу маңызды, бірақ мен берекені өзім не екенін түсінбесем, оған менің әңгімем өтпейді. Сол сияқты бір береке дегеніміз не, және де жаңағыдай бір ризықты сіз шариғаттағы ризықты кеңейтудің жолдары, одан бөлек жаңағы табыстардың да берекелі болып кеңейтудің қандай жолдары бар? Бисмилла. Ең бірінші жаңағы ренішке қатысты мәселені тәмамдап алсам деп ойлаймын. Жалпы күнімізде психологияда бізде кейде андай не дейді ғой, проработка жасау дейді ғой. Проблема осыда да, мысалы проработканың көрінісінде бізде жаңағы ата-ананың ренішін жаңағы қайтып перевоспроизводить етіп, басынан бастап, соны келтіреді. Не істейді? Үйде от меня деймін. деп жылайды ғой, шегенің үстіне тұрып.
өзім баламды өсіріп жатырмын, ертең өскенсең маған проработка жасау үшін деген. бірақ андай да, солардың андай шеген үстінде 1 сағаттап тұрады ғой, айтады ғой менің рекордым шегеде 1 сағат тұру дейді. Негізі шегеде 1 сағат тұруменен одан да жай намаздың үстінде 5 минут тұрып біраз мәселені шешіп алуға болады. Табанға зиян ғой, табан нелерін өлтіріп тастайды. Просто осы жерде көшіңіз тағы сөзіңіз бөліп жатыр. Екеуміз жалғастыра беру өзіміз болып неғып шақырдық арекеңде жүр. Жоқ, осы несі бар да, оңай жолы бар, бағанса айтқандай, діни жолдар бар. Енді ол сенім ғой, ақиқат қой. Бұл әңгімеміз тағы қайталап айтамыз, өзін мұсылман деп есептейтін кісілерге андай мұсылман емеспін мен бағандай мен орамалсызды бірдей көремін, маған ер мен еркек андай ұрғашысы бәрі бірдей қоса беремін, құшақтаттыра беремін дейтіндер, өздеріңіз өз жолдарыңызбен жүре беріңіздер. Біздікі бағандай бір Аллаға иман келтірген, пайғамбар деп білген адамдарға, пайғамбарға деген жүрегінде махаббат болған кісілерге, намысты бір ер азаматтарға ескертіп жатырмыз да. Мәселе осы жерде. Қарындастарымызға да деп қойыңыз. Азаматтар ертең феминисткалар жеп ұстамасын десең. Не қыздарды айтпады деп па? Сөзді өз есіне қайтарайық. Алдында мысалы Абу Хайр ұстазбен бірге отырған кезде жаңағыдай бір мәселе талқылап қалды да. Сұрақтардың аясында жаңағыдай проработка жасау, жаңа кешірім реніштерді жіберу деген сияқты. Негізгі ояқта жатқан бір проблема қайтып бұрын болған нәрсені қайтып келтіру, сол дәл сол жаңағыдай не дейміз, хәл дейміз ба, сондай состояниеға түсу да. Ол негізі адамға қатты қажет емес. Өйткені асылында бұл неге айтады? Жаңа Карл Юнгтың несі учениялар бар ғой, үйреткен нәрсені адамда бір андай бір күніміздегі психология адамға не береді? Өзін жаңа күшті қылып сондай бір сезіну деген сияқты. Негізгі пик осы да. Сен өзің күшті сезінсең, болды, сол ғана керек деген сияқты саған. Болды. Какой-то самочувствие деген сияқты, внутри как ты себя чувствуешь, как себя деген сияқты сондай бір нәрсе ғой, барлығы соның аясында өрбиді. Ал бізде именно ислам дініміздегі мысалы Құран аяттарына контекстеріне қарайтын болсақ, ауап болмаса тауап деген сияқты бір сипаттар көп келеді да, яғни қайту деген сияқты, қайта қайту деген сияқты. Сондай бұл тумалар былай тұрсын, жалпы басқа бір адамдарға жаңағыдай кейде даже просто қайта білу деген нәрсе керек та. Даже оныкі дұрыс болмасын, жаңа басқа бір нәрсе жасамасын, қайта білу деген нәрсе тұр да оның аржағында. Мысалы Нұр сүресінің 24-ші аятынан бастап жаңа үйге кіру, там әдебі деген мәселе талқыланады ғой. Сосын 28-ші аятында оның жалғасы келеді. Мысалы, егер де ояқта біреуді таппасаңдар, сіздер былайша үйге тақылдатып кіріңдер да, рұқсат сұрадыңдар дейді да. Бірақ ешкім жоқ болмаса, мысалы сіздерге рұқсат бермесе дейді да, фаржиау дейді да. Дейді да. Енді егер сіздер қайтыңдар деп айтса, мысалы рұқсат сұрадыңдар, әдеппен келіңдер дейді да. Соның өзіне қайтшы деп саған біреу айта сала, фаржиау дейді да, онда қайта салыңдар дейді да. Сосын хуа аскалякум дейді да, ең турасы, ең тазасы сіздер үшін осы дейді да. Хотя қарасаң бұл менікі дұрыс, мен әдебін жасадым, барлығын жасадым, енді маған соған сәйкесінше жаңағыдай қарым-қатынас жасамай ма деген сияқты сондай нәрсе болады. Бірақ соның өзіне қайта білу деген нәрсе бұл именно біздегі исламдағы негізгі шешім осы да. Қайта айтамын, қазбаламау, бүйтіп жібере салу деген сияқты. Екінші мәселе, мысалы Юсуф алейхиссалам сияқты өзінің тумаларынан, жақын бауырларынан қиянат көрген адам жоқ шығар. Әрбір жаңағыдай бізге пайғамбар өте сондай жоғары деңгейдегі өнеге ғой. Мысалы сөйтіп, мысалы бауырлары келген кезде не деп айтады? Ой, сендер маған бүйттіңдер, сөйттіңдер деген сияқты болды, кетіңдер деп шығарып тастамады. Не деп айтты? Қала ла тәсриба алейкум ал-яума деді. Сендерге бүгін ешқандай не жоқ, былайша қысымшылық жоқ, ешқандай кек қайтару ондай нәрсе болмайды деді. Сондай дейді. Аллаху яғфиру лакум. Алла, яғни мен сендерді кешірдім, Алла да сендерді кешірді деп сөйтіп жібере салады да. Кейде осындай жай ғана жібере салу деген бір позицияны тоже не істеп үйрену керек ше. Өйткені реніштің ар жағында қандай нәрсе тұр? Мысалы Хикамул Атайя деген жаңа даналыққа толы кітаптар деген бар ғой. Соны шейх Мұхаммад Сайд Рамадун Бутидің 4 томдық, мысалы 4 па 5 томдық шарықтары бар. Сол жақта осы мәселені талқылаған кезде адам жаңағыдай көп нәрсеге ренжи берсе, оның асылында қандай нәрсе тұр? Асылында саған адам сен ренжулі тұрған адам саған бір нәрсе обязан деген нәрсе тұр ғой. Сен одан бір нәрсе күттің, бұл сен былайша күткен нәрсеге сай болмады, не оправдал твои ожидания дейді ғой. Аль-уақи халяфул мунтазор деген сияқты. Типа ожидание реальность. И сол үшін ғана реніш сенде пайда болды да. Бірақ асылында сен оны жай ғана өзің сияқты пенде, ол да қателеседі, осылай деп қабылдамасаң, бәлкім ондай нәрсе болмайтын еді да. Көп нәрсе күтіп қалу деген сияқты. Одан осы жердегі именно адам өзінің шынайы негізсіз реніші болсын, негізі бар реніш болсын, оны жіберіп үйрену керек ше. Кез келген нәрсе оңайлықпен келе бермейді ше. Сондай даже сенікі прав болса да ше. Сондай бір негізгі мәселе бар. Одан кейін жаңағы мәселеге қайтатын болсақ,
негізгі сұрақ қандай болған? береке мәселесі. Береке мәселесі. Ризыққа қатысты болсын, немесе ризықтың кеңеюі, немесе табысқа байланысты деп алайық. Біздің қазіргі халықтың түсінігіндегі ризық. Жақсы, әдемі сұрақ. Жалпы береке деген нәрсе бізде енді береке деген бұл нәрсе көп емес қой. Көп болу деген сияқты, мол болу деген ондай мағына емес. Бұл цифрмен де, болмаса қомақ жаңа өлшеммен де, мөлшермен де өлшенбеуі мүмкін. Яғни жалпы әл-барка хуа дауаму шәй дейді. Имам Ғазали түсіндірмесі бойынша берекет дегеніміз бұл бір нәрсе аз болса да бұның созылыңқы ұзақ уақытқа бетіп жетуі дейді. Сонда бұл аз болуы мүмкін да. Мысалы бір адамға 100 мың беріледі. Бұл 100 мың мысалы отбасына тамақ алады, бала шағасын сауабын оқиды, былайша несін кітаптарын алады деген сияқты. Оған былайша жеткілікті жетеді. Хотя сол 100 мың теңге. Екінші адам бар, дәл сол мысалы ода миллион теңге, бірақ ана адамға 100 мың теңге қалай жеткен болса, сол сияқты жетпейді дейді. Бұл деген негізгі мәселе жаңағыдай бір аз нәрсенің, бірақ Алланың жаңағы қалауымен, разылығымен, сондай берекет беруімен созылыңқы ұзағырақ нәрсеге жетуі дейді. Сол нәрсе. Сосын жаңағыдай именно ризық, туыстық қарым-қатынасты үзбеу және адамның жаңа екі нәрсе келеді ғой. Ризық несібенің молаюы, иә? Әл-баст фир ризық дейді ғой. Сол нәрсе. Ол кәдімгі оның көрінісі жаңағыдай сан кішкентай нәрсе ұзаққа жетуі, бұл уақыт жағынан болсын, ақша жағынан болсын, қарым-қатынас жағынан болсын деген сияқты. Ал екінші нәрсе адам өмірінің ұзаруы дейді. Берекен толел өмір дейді, өмірдің ұзақ болуы. Сұрақ туындауы мүмкін. Егер жаңағыдай файда жа ажалухум фала ястахируна саата ва ла ястақдимун деген аят бар ғой. Соны қайқа жібереміз деген сияқты. Яғни жаңағыдай ажалы келген кезде бұл бір сәтте қайтарылмайды да, кейінде кешіктірілмейді деген сияқты сондай бір аят бар ғой. Оны қайтеміз деген сияқты. Бұл жерде бізде енді ақида мамандары, калам мамандары айтады, бұл Алланың құзырындағы бір тағдыр бар. Оны ешкім білмейді. Бірақ бізге ана өзгеріп созылды, мынау дұға сұрады, баласы жазылды деген сияқты, садақа берді, жаңағыдай бәлкеті кетті деген сияқты нәрсе, бұл формальность ертең бізге дәлел болу үшін. Міне сен осындай іс-әрекет жасадың, соның нәтижесінде саған осындай нәрсе берілді деп, біз үшін бір құжат болу үшін да. Валиллахил худжатул балиға дейді ғой. Ең жаңағыдай жеткілікті толық жаңа, ешқандай кемістігі жоқ жаңағыдай құжат бұл Алланың құзырында, Аллада дейді да. Ертең Аллаға қайша ешқандай жаңағыдай бір нәрсе претензия айта алмауымыз үшін ғой. Өйткені Алла айтады, сен мынаны жасадың, нәтижесінде саған мысалы байша бір мысал алайық. Сен баланы ауырып қалу керек болған, бірақ сен садақа бердің, мысалы медресеге бір жерге кетіп, сен балаң уже ауырмай қалды деген сияқты. Бірақ адам оны сезбеуі мүмкін да. Бірақ аслында періштелердің жаңа құзырындағы тақтада сол нәрсе кішігірім детализированный ақпарат қосылып жазылады да. Бұл Алланың құзырындағы неде тағдырда емес, Алланың іліміндегі ше. Именно періштелерде бар ақпарат, сол жақта жаңа қосымша бір толықтырулар болады ше, Алланың құзырындағы емес. Алланың құзырындағы ілім бұл итакта басынан бастап сондай болады. Мысалы айтады, мына адам 100 жыл өмір сүру керек болған. Бірақ не үшін? Өйткені мысалы Шейх Хамза Бакри осы мәселені айтады. Өйткені асылында мен Аллах Тағала айтады, мысалы былай, асылында мен білем, бұл адам жаңағыда өзінің отбасыларымен туыстық қарым-қатынасты жақсы сақтайды, оны үзбейді. Сол себепті мен оған 100 жыл ғұмыр беремін. Бірақ асылында мысалы періштелерде 80 жыл деп жазылып тұр да. Сөйтіп формальность өзгереді, 80 жыл өмір сүру керек болған, бірақ 100 жыл деген сияқты созылады. Аллах Тағаланың ілімінде өзгерді ме? Өзгермейді. Өйткені асылында білді анау. Алдын ала білді. Алланың ілімі шексіз ғой. Сондай туыстық қарым-қатынас сақтайды деген сияқты. Оны арттырды ма? Негізінде арттырмады. Өйткені әу басында сол адамның ерекшелігіне сай сондай не қылды, өзінің қабілетімен, өзінің несіне, өмірдегі көрінісіне сай сондай 100 жыл өмір беріп қойды да. Сондай бір берекеттері болады, бірақ сол үшін адам не істеу керек? Ризықтың жаңағыдай бір ғана көзқарастарымен шектеліп қалмау керек. Именно исламдағы көрініс, нәтиже, ризық не нәрсеге алып барады, сол нәрсемен егер де ол көбірек жаңағыдай уайымдаса, сол нәрсемен жүрсе, онда әрине Аллах Тағала оған өмірдің берекесі болсын, ақша ризық несібесі болсын, екеуін де созып көп нәрсеге жеткізіп қояды иншалла. Түсінбей қалдым. Басынан жүрсе десеңіз жоқ. Туысқандық қарым-қатынас, екіншісі не болды? Біріншісі жаңағы береке келу үшін немесе молаю үшін туысқандық қарым-қатынас және енді туыстық қарым-қатынасқа қатысты бірнеше хадистер бар, просто жіберей салу ше. Өткен мынандай бір қатты бір хадис келеді. Мысалы Абу Хурайрадан жеткізген хадисте. Былай, осындай мен мысалы туыстық қарым-қатынас сақтағым келеді, бірақ олар үзеді, оларға жақсылық жасаймын, бірақ олар маған надандық танытады, вообще алыстатады деген сияқты. Сол кезде айтады, сенің қашан осылай жасауды тоқтатпасаң, Алланың саған жәрдем болады. Ал қашан жасауды тоқтатсаң, Алланың саған қарғысы саған қайшы жүреді дейді. Өйткені сен осындай қарым-қатынаста болсаң, ана адамдар
сол былайша айтқан кезде зиянның өздері шегіп жүре береді дейді да. Өйткені сен жақсылық жасадың өзің дейді да, сенің ешқандай проблема жоқ дейді. Бірақ қашан сен тоқтатсаң, керісінше ана адамдарға уже Алланың жәрдемі келеді, бірақ саған қайшы Алланың несі зардабы келеді деген сияқты сондай нәрсе да. Сондықтан кез келген мәселеде жаңағыдай негізсіз ренжу, именно адам өзінің өміріне береке, жаңағы қарапайым жаңағыдай жүректің босануы дейді ғой, махака фи содрика дейді ғой. Жаңағы сен жүрегіне мазасыздық беретін нәрсенің барлығын кетіру үшін кейін барып толықтай жаңағы жұмысқа фокус бағыттап бұру үшін жаңағыдай негізсіз реніштерді тоже жіберу керек. Осы жерде бір не бар ма, бір қадамдары жібере салу деп енді біз сөзбен айта береміз ғой, бірақ ол оңай емес қой деген сияқты моментта бір нелері бар ма? Ну, ең бірінші нәрсе бұл мысалы ең бірінші қарапайым диалогқа келу ғой. Өйткені көп адам бізде андай ғой. Енді может естіген шығарсыз, Джаухаридің терезесі бар. Ну, окно Джаухари деп айтады. Джохан мен Харисан ба екеуін құрғанша. Сол жақта жалпы мысалы кейде ата-ана байқамаған, болмаса біз байқамаған тұстар болады да. Барлығы бір-бірін диалогпен толықтырады деген сияқты. Қарапайым нәрсе бір қадамы бұл диалогпен, диалогқа түсу ше ата-анамен. Өйткені көбісі іште сақтап жүре береді. Болмаса біздегі проблемасы жинап жүре береді. Сосын бір кезде барып төгеді да, критический кезде болған кезде ше. Ол кезде ешқандай компромиске келу мүмкін емес уже. Өйткені эмоция жинап қояды да. Сол эмоция алып бармас үшін кішкентай бір недопонимание, түсініспеушілік бола ма, сол кезде барып не істеу керек. Тем более егер жаңағыдай адам өсті ғой, енді қашанға жүре береді, детский травма деп өсті ғой ол деген. Өскеннен кейін ата-анасына барып соны айту керек. Осындай енді ана предъявамен айтпау керек та еще. Может, осындай жағдай болған екен деген сияқты. Соны не үшін жасадыңыз, болмаса мен дұрыс түсінбей қалған шығармын деген сияқты. Өйткені шындық бұл екі түрлі болуы мүмкін, бірақ ақиқат бір ғой. Мақсаттар бір болуы мүмкін да, бірақ шындық сәл позиция әртүрлі болуы мүмкін да. Сондықтан бірінші қадамы просто сөйлесе білу, диалогты құра білу ше. Диалог құрып болғаннан кейін уже барып не қадамдары белгілі болып жатады. Осы жерде де қызық нәрсе, мен әкемнен ерте айырылғаннан кейін анам ғана болды ғой. Анам мені асырау үшін талдықорғанға кетіп қалатын да, мен айлап көрмейтін да. Мен баламын ғой енді кішкентай. Потом анализ жасасам бір бала 0 мен 7 жас деді ма, 4 жас деді ма, оның түсінігінде андай жоқ екен. Кетіп қалса просто жақсы көрмейді деп қалып жүре берді. Ол түсінбейді екен да, ол екеуі ұрысып қалды, папам мамам сөзге келісе алмады, сосын ажырасты, либо қайтыс болды деген түсінбейді ғой қатты. А сол кезде мен не ететінмін да, бала кезімде анам да айтады, сен ауырып қаласың дейді уже. 2 ай 3 ай болғанда мен қатты анамды сағынғаннан соң қасыма келеді да, бір 2 күн қонсам құшағында қайтадан жазылып кететінмін да. Сол кезде өсе келе ренжитінмін ғой, неге мені өйтіп нете берді, потом анализ жасасам андай мені асырау үшін жүрген деген. Жаңа сіз айтқан енді жан жақты не ғой. Иә, мен как будто өз бетімен бір кетіп қала береді деп қабылдағам. А на самом деле потом барып сөйлесіп нетсем, айтады енді мен жұмысым сол жақта дейді да. Жұмыс нетемін, табыс табамын, сосын демалыс кезде саған келіп беремін сол табысты дейді да. Шынымен иә. Мынандай бір нәрсе бар ғой. Обидно ғой. Иә, андай екі түрлі андай бақылау бар дейді ғой, қарау бір нәрсеге ше. Андай микроскоптық қарау дейді да. Бір нәрсе тағалып қарап тұр. Мысалы үлкен бір сурет бар деп алайықшы, мысалы 10 этажды ғимарат сияқты ше. Ұзындығы биіктігі мысалы 10 этаж, ені былайша қанша мысалы 20 метр деп алсақ, жақындап барып бүйтіп қарасаң дым көрмейсің ше. Қара бір дақ тұрады, дым қызық емес көре. Мынаусы несі деген сияқты ше. Бірақ алыстаған сайын телескопическое зрение дей ма, алыстаған сайын ана картинаны жан жақты көбірек қамтисың да, уже бір сурет пайда болады, бір нәрсені түсінесің, логикасын қамтисың деген сияқты ше. Сондай нәрсе жетіспейді да бізге кейде ше. Өйткені даже ғылымда да сондай нәрсе бар, концептуал фреймворк деген нәрсе бар да. Бір нәрсеге деген түсінік, сен қаншалықты сол нәрсе сенде былайша андай таным бар, соның деңгейіне үкім етесің ше. Сондықтан жаңағыдай сөйлесе алу бұл именно бір жағдайға қатысты әр адам жаңағыдай осылай болған деген сияқты ақпараттар келсе, бұл соған қатысты не істейді, жаңа негізсіз реніш болсын, негізі бар реніш болса да оны не істей алады, саналы түрде жібере алады да. Өйткені мынандай болған екен ғой деген сияқты уже ересек адам ретінде жаңағыдай соны жібере алады. Обидно ғой негізі. Мысалы қазір үшеумізде де бала бар ғой. Мысалы камера айтып деп жіберіп жатса қазір үшеумізде де мысалы балаларымыз бар да, сол балалар айтады бір жетістікке жетсе екен деп әрекет етіп отырмыз да, ол қуанса қуанамыз, ол жыласа кәдімгі ауырып қалса ғой, енді бірдей ауырасың ғой мен жобамен енді. Ананың бір күлкісін өз жүрегіңе тыныштық сыйлайды. Кейде кейбір табыстарда мысалға сабыр етесің да. Бойдақ болсаң сабыр етпейсің ол жерде, бойдақ болсаң өзіңді қинамайсың да. Кейде өзіңнің дәріңнен балаңның ойыншығы жоғарырақ тұратын кездер болады да. Мысалы қой қазір алмай тұрайын баламның андай ана бір ойыншығын алып берейін, нан істеп берейін, баламды қуантып алайын деп. Солай енді солай өмір өтеді, ертең кәртесің, енді бала жасы 20-ға жетеді. 20-ға жеткен кезде мен андай да бір әке мен саған ренжідім деп тұрса,
мен шапалақпен тартып жүрген сосын тағы да травманың үстіне травма деппіз. обескураженный болып енді Комбо. қазір ғой біздің кезімізде енді табыс көзі бұрынға қарағанда кішкене жеңілдей түсті ғой. Мысалға жұмыс құралдары бар. Бұрын мысалға баспаның өзінде андай ауыр нелермен жазатын, қазір компьютермен жазады. Мысалға кітап жазу керек болатын болса, мысалы бұрынғы көліктерде кондиционер жоқ еді, қазір көліктерде кондиционер бар деген секілді. Өзі бұрынғы еңбек күші ауыр болды. Сол еңбек ауыр күшті біздің әке шешеміз бізді асыратты. Біз қазір жасымыз 20-ға келіп алған, 25-ке толып алғанбыз. Анау қайдағы жоқ бір инфосиганың қалтасын толтырып, ақшамызды соған негізі ана 100 мың, білмеймін қанша, 100 мың, 200 мың, 300 мың теңге негізі әкеңе, шешеңе берсең, әлдеқайда олар қуанып қалады. Бірақ анаған беріп, еще ол проблема создавать етіп береді саған. Жоқ, проблеманы создавать етіп береді. Қатып қалған, жазылып жатқан жараның бетін ашып берген сияқты ғой. Абсолютно ақиқат болмаған нәрсеменен сен барасың. Бәлкім ол бір адамға, мысалға Асанға ол нәрсе әсер етеді. Әке-шешесіне деген реніші бар еді, ол әке-шешесіне деген ренішін анықтайды бар екендігін, сосын ол шешеді оны, ары қаратай оның өмірі тыныштық, ол табысқа жетеді. Екінші адам бар, оған ол мүлдем әсер етпейді. Оған жай ғана жалқаулық оныкі. Еще тағы бір қызық нәрсе деймін ба? Енді прям осындайға кіретін болсақ, мен дос балам психолог та, оқыған андай әлі оқып келе жатыр. Сол айтады, тәке дейді, бұл жерде енді если все так было легко дейді да. Яғни айтыңыз жаңа айтасыз ғой, ана бар бір апталық либо 10 күндік немен шешкенше 1,5-2 жыл навык қарна деп анау айтады, ол тоже ана психологиялық жаңағы бір өзінің бір өз-өзін түсінуі, өз-өзімен незуін өзі бір 4-5 жылға созылады дейді. Ол или өмір бақи сол өзіңмен жұмыс жасап өтесің дейді, андай іштей өзіңе сұрақ қойып. 3 күнде мәселе шешілмейді. Ол тоже андай қазір біз андай кәдімгі шынайы бір психологиялық бірдеңеге кірсек те оның өзі кәдімгі андай ғой. Ғылыми түрде психология ғылыми кіретін болсақ, оның өзі ұзақ уақыт талап етіледі, еңбек. Бірақ просто мен айтқым келетін андай да, жаным ашиды, бауырларым мұсылман болса, одан бөлек қазақ, просто айлыққа жұмыс жасайды, айлығын жинайды, еще барады, ана жерге барады да біреудің қалтасын толтырады. Еще мен кейбіреулерін көріп отырмын, сахнада мысалы оған проблемасын айтады, менде осындай проблема, сен ана тұрады да, қойшы, сондай проблема бар ма не? Сен соны проблема деп санап жүрсің ба айтты. Мысалға пышақ мені кеседі, сізді кеседі, ол сіз басқаша ауру сезесіз, мен басқаша ауру сеземін. Мысалы, інімнің де менің де аяғым сынған, бірақ інім аяғы сынған кезде сабырлық танытқан. Мен қатты қиналғам. Ауырды ситуацияны қабылдау екі түрлі мысалға. Кейбір адамдар бар, бір адамды қиналып отқан көреді, жылап жүреді. Кейбір адамдар қарайды да, Алла жеңілдік берсін дейді, өтіп кетеді. Мысалға да, просто еще сен барасың, ақша төлейсің, әке-шеңмен проблема шығарып береді, еще сахнашы болған адамша сұрақ қойған кезінде ол сенің сұрағыңды приколға айналдырады, құнсыздандырады. Бұл андай да әлі есеймеген адамның әрекеттері да, саған бір адам келіп шынайы проблемасын айтып жатқан кезде сен оның проблемасының үстінен күлуің, ол жалпы адамгершілікке жатпайды. Осындай мәселелер бар, сол үшін ондай курстарға мен баруды қаншалықты тиімді деп білмеймін. Бәлкім пайдасын беріп жатқан шығар, бірақ ол абсолютті шындық емес та. Бірақ абсолютті шындықтар бар, ол бандай бір адал болу, ол бандай бір еңбекшіл болу, талапшан болу деген секілді мәселелер. Пайдасын берсе де ол краткосрочный анализ жасап көрсе болады әрқайсысы. Қысқа мерзімді да. Просто шынайы ақиқатқа қара, анау үйдегі шторының терезесін ашта, қара, зертте, мысалға әлемді қарасаң, өте андай сен қалап отқан байлыққа жеткен адамдардың ешқайсысы қазір сен жүрген жолдан жүрмеген. Осы нәрсені түсініп алу керек те олар. Оған кәдімгі еңбек керек. Мысалға андай нәрселер бар ғой, бір өзіңіз де білесіз, дұрыс емес жолдармен Құран жаттап алу деген секілді, андай бір сыртқы күштердің әсеріменен деген секілді. Бірақ ол түбінде не болады? Ол не жынды болады, немесе түрлі бір көтере алмайды ол нәрсені да. Яғни бір сыртқы күштің несімен бандай бір ілімге иелену да. Ол жалпы кейбір адамдарға карамат ретінде Аллах тағаладан берілуі мүмкін. Кейбір адамдар бандай Алла тиым салған жолмен барып соған жетеді да. Бірақ түбінде көтере алмай қалады ол нәрсені. Мысалға да жалпы андай оңай жол всегда жақсы деген нәрсе емес. Бірақ біз өкінішке орай адам болғаннан кейін сол нәрсеге әрекет етеміз. Қорытындылайтын болсақ не дейсіз? Қорытындылайтын болсақ, жаңағындай енді 4 күндік, 5 күндік деген сияқты бір нелер бар ғой, жинап алып халықтың нетвориянын өзім де қатысып көргем. Әдейі сол барып көру үшін, зерттеу үшін біраз қыздармен билеп десең ба. Әзіл ғой, әзіл. Шариғатқа да қайшы, ол қанша жерден ақтасақ та
теория доминанта деген бар ғой оқытуымыз келген. Адам андай ғой, ол бір өзіне бірдеңке алып аламын болды, бүткіл нәрсені соны ары кеңейте береді ғой. Мысалы қалай айтсам болады, мынаны дұрыс деп мен қабылдап алсам, келесі көрген нәрсемнің барлығы соның дұрыстығы екендігін ары қарай одан сайын подтверждение бере береді ғой. Асылында да мүлдем дұрыс емес болуы мүмкін да. Фокусты неге қоясың, соны жинап жүре бересің ғой. Сол сияқты адам сәл ұзақтау болып кетуі мүмкін, бірақ айта салайыншы. Осы жақта андай не бар да, жақында кітап оқыдым да, жақында емес, бірнеше ай бұрын, обыкновенные люди деген 101-ші батальон жайлы. Батальон болады, сондай бір 101 ма 111 ма, екінші дүниежүзілік соғыс кезіндегі Гитлердің еврейлерді қырбатқан кезі ғой. Сол кезде енді бұл жерде бұл кітаптың екінші енді сыни тұрғыдан қарасақ, бір еврейлерге адамның жаны ашсын деп те жазылған кітап болуы мүмкін. Өйткені қанша өлімді нені көрсетеді да. Бірақ сол жақта жүрген қанша жыл бойы жүрген журналист потом өзі жазып шыққан кәдімгі факт чекпен қай күні қанша адам өлген, сол жақта бір батальонды құрастырады. Ол батальон андай екі ортасы, бір жастарды емес соғысқа кетіп қалатын деп 18-25 жасар, бір пенсияға кетіп қойған 65-тегілер де емес та. Ортасы не туда не сюда болған, біреу етікші болған, біреу өзінің кәсібі болған, біреу нан сатқан, біреу полиция болған. Соларды жинайды да, жай тапсырма бере бастайды. Басында базардың ішіндегі еврейлерді алып шығыңдар, одан кейін мына ЖК-ның ішіндегі, потом мына еврейлерді қарап тұрыңдар деген сияқты билет берді да, соңғы бірнеше айдан кейін өлтірілуге тапсырма беріле бастайды. Қызығы, олар любой время мен өлтірмеймін деп кетіп қалса да болады. Қызығы. Сөйтіп аналар настолько соңында каждый біреуі ішінде 10 ба 12 ма адам, каждый біреуі күніне 1500-2000 адам өлтіретін болады ғой. И соның ішінде қарапайым халық болған. И біреуі болады чисто бастан атады. Потом сұрап отыр, тірі қалған соттан сұрап отыр ғой, құлаған соң немістердің несі. Не үшін өйткені дегенде, енді мен жақсылық жасадым ғой дейді. Оларға жеркеден ат деп бұйырған кейін мен бастан атам, миы шашылып кеткен, ол бірден өліп кетеді, қиналмай дейді да. Мен жақсылық жасадым дейді. Біреуі айтады, тек балаларды өлтіреді. Не үшін өлтірдің десе, өйткені оның әке шешесін өлтіріп, бала қиналады ғой жалғыз өзі дейді. И настолько ана көресің, ана психологиялық адамның жүріп өткен жолы ғой, соңында өзінің ана баланың өлтіріп жатуының өзін миссия қылып шығарып алғандай. Сұмдық бір не қылып. Бірақ бірінші күндер андай келді, біз соңында ана өлімді көргеннен кейін барып көп арақ ішті ұмыту үшін деген нелер келеді да. Айтайын дегенім, адам деген сондайдандай бір өзі не керек нәрсені алады да, соншалықты ақтап алады. Ол соңында адам соншалықты көп өтірік айтқаны өзі өтірік екенін де ұмытып кетеді ғой. Сондай бір нәрсені ұмытпайық. Қазір жан жақтан ол біз өзімізге ғана ақтап жатқан жоқпыз, мына жақта подтверждение ретінде ғаламторда мыналар келіп оны мақтайды, мыналар ақтайды, ол дұрыс дейді, мынау бұрыс дейді, бүйтіп келіп соңында өзіміздің қателесіп жүргенімізді ұмытып кетуіміз мүмкін, немесе ақиқаттан тайып кетуіміз мүмкін. Сол үшін де бекітіліп қойған біздің осылай лағып кететінімізді енді Құдай біледі ғой десек ғой. Сондықтан ненің дұрыс емес екенін біздің шариғатта бекітіліп қойған ғалымдарымызбен деген сияқты да. Сол жақтармен қарап отыру, өйткені мыңғырық информациядан қуып кетуіміз мүмкін, немесе маманына барып жолығу. Екінші мәселе бұл эффект, негізі шариғатқа қайшы оны ескеру, екіншісі эффект береді дегеннің өзінде ол краткосрочный болуы мүмкін. Тісің ауырып жатыр, сен оны жөндеп пломба басап емдеудің орнына бір кетанат ішіп алған сияқты әңгіме. Одан кейінгі момент фокусты оданша рабочий неге қою. Иә, ол в моменте работать етпейді, бірақ өзіңнің кәсіби жағыңды дамыту, немесе біліміңді арттыру, бір мықты маман болу, хард скиллдарыңды бекіту, оның үстіне әртүрлі қазір заман талабына сай саған ақша келетін, көбірек табыс келетін, немесе бір өзіңнің карьераңды өсіруге көмектесетін деп айтайықшы, енді соған келіп жатыр ғой, ақша деп. Сондай қабілеттерді дамыту. Одан кейін қосымша аяқта параллельно жаңағы қарым-қатынас ұстау, дұғаларыңды тастамау, дұрыс жерлерге жұмсау, немесе дұрыс ниетпен табыс табу дейміз ғой, қалай енді сол нәрсе кішігірім артуына көмектесуі мүмкін, берекесін беруі мүмкін деген сияқты. Сол енді бір кәдімгі андай классический жол ғой, біз айналып ештеңе нете алмаймыз ғой. Қорыта келгенде сол не бар. Жалпы енді бұл жерде андай не дейміз, инструментал нәрсе беріп жатқаннан кейін мына нәрсені ескеру керек. Діни деген нәрсе болғаннан кейін нақты бұл өлшемелі нәрсе да. Бұл адам ұнай ма, ұнамай ма деген сияқты бұл қарастырылмайды да. Өйткені біреу ренжуі мүмкін, типа дін жаңағыдай догматикалық, болмаса доктриналды жаңа ұстанады деген сияқты. Бірақ мен сіздерге айтайын, ғылымда да құнды былайша санасатын нәрсе ететін де осы нәрсе да. Мысалы мен не үшін диссертация жазған кезде нақты бір шарттар бар, догматикалық, соған сәйкес жазу керек. Мен өзім білемін, мен зерттеушім өзім жаза алмаймын ба? Жоқ, мына жаққа университет келеді, докторанттар жаңағыдай PhD, болмаса доценттер келеді, шартты қояды. Универдің жаңағы осылай болу керек. Мен де келіп айта аламын ғой. Иә, жүйе бар да. Сен университет какой-то догматический не оқып кетті деген сияқты. Мен өзім зерттеушім, өзім білмеймін деген сияқты.
тура сондай нәрсе да. Егер де ғылымды осы нәрсе құнсыздандыратын болса, онда дінде де бұл нәрсе құнсыздандыратын еді да, бірақ ондай емес. Бұл нәрсе асылында жаңа Жиль Делездан келген нәрсе ғой. Философия деген не дейді да, жаңа айтпақшы. Философия, любой адам сөйлесе береді да, өйткені қалаған ойына не келеді, сондай по эмоциям ше. Өйткені француз философ Жиль Делез соны айтады ғой. Анықтама берген кезде жаңа философия деген бұл ешқандай догма, доктрина, жаңа шарттарға сүйенбей, вообще андай любой нәрсеге қатысты шекарасы сөйлей беру дейді да. Біз айтамыз, мысалы, ғылым болсын, болса дін болсын, шекара бар, конкретно дұрыс, бұрыс деген сияқты. Дұрыс, бұрыс деген нәрсе егер де араласып кетсе, онда оның қай нәрсесіне құны болады деген сияқты. Сондықтан біз бұл жерде егер қандай нұсқаулықтар, қандай нәрсе айтылса да, нақты өлшенбелі болғаннан кейін ғана айтылып жатыр да. Оғандай жеке бір адамдардың көзқарастары деп қабылдамау керек ше. Сондай. Екіншіден, мынандай бір нәрсе қазір бізде таралып жүр. Айтсаң сенің шындығың мен үшін былай, сен үшін былай деген сияқты. Өзің шындығың өзіңе деп па? Болмаса андай көп қазір таралып жатқан нәрсе, әйел адам ер адамға ескерту жасаса, болмаса ер адам әйел адамға ескерту жасаса, мысалы мына жақта еркектер, болмаса әйелдер шығады, болмаса жаңа фемкалар шығады, сен бірінші сен әйел емессің, қалай сен сөйлейсің, феминизм қалай критиковать етесің. Иә, еркектерге айтпайсың. Андай ғой. Мен сонда мысалы бір сурет тұрады, мен сол суретті не істеу, мындай искусственный критик дей ма, сондай адамда мен ана суретті, мысалы мына жерде нюанс бар, мынау бәлен төген деген сияқты деп минустарын айту үшін мен ана суреттің өзі болу шарт емес қой. Мен сырттан мен баға бергеннен кейін мен сырттан баға беріп жатырмын да. Сондай жаңа Жауһаридің терезесі арқылы да сондай нәрсе бар. Бізде қыздардың арасында достық жоқ деп ойлаймын деп бір жігіт айтты, сен қыз болып көрмегенсің ғой дейді да. Иә, қалай мысалы андай ғой, бір енді не тұр да андай, бір мусор тұр, мен айтамын мусор что-то иіс шығып тұр деген сияқты. Ана келіп айтып жатқан сияқты ғой, мусордың иіс шығып жатқанын айту үшін өзің мусор болу керексің деген сияқты. Ну логика қайқа кетіп бара жатқан логика деген сияқты. Ол нақты болғаннан кейін нақты критерий бар, өлшенбелі нәрсе бар да. Сол критерий болғаннан кейін ғана айтылады да бұл нәрселер. Әйтпесе ондай нәрсемен кез келген нәрсе нақты болады. Бұл не үшін салыстырып сәл кеңірек алаңға шығатын болса, ана батыста христиандықты сәл әлсіреткен нәрсе де осы еді. Біріншісіне релятивизм деген нәрсе. Мен үшін қалай солай деп ше. Қызық емес пе маған? Сен попсың ба, шіркеу әкесісің ба, мына былайша не бар? Библия бар, соны өзім қалай тәпсірлеймін, маған алып кел деген сияқты. Өзім анамыздан қалай тудық солай жүрейікші деген сияқты. Сондай. Екіншісі, бұл батысқа қатты ықпалын тигізген нәрсе, яғни діндарлықты түсіріп олар мына жаққа қарай ысырып ше. Бұл бізге де келе жатыр. Екіншісі бұл the project of қалай desacralization of project па сондай ше. Болмаса the project of desacralization деген нәрсе бар. Жалпы кез келген құнды нәрсе бар ғой, соларды құнсыздандыру, сакральды дейміз ғой. Діни нәрсе болсын, үкімдері болсын ше. Біз қазір көріп жатамыз. Мысалы бір психологқа ескерту жасасаң, келесі подкастта айтып отырады, сен 20 жыл ұстаз болсаң, өзің үшін ұстаз шығарсың, мен үшін ешкім емессің деген сияқты. Бұл нәрсе қаяқтан шығып жатыр. Асылында жаңа ешқандай құндылығы жоқ. Авторларды сол адам көп оқи берсе, батыс еңбектерді ол үшін андай бір скачок ондай бір нәрсе жоқ та, өшіріп қосатын ше, мына жерде тоқта, мына жерде әдеп деген сияқты, әдепсіздік. Сондай нәрсе жоқ та. Сол нәрсе көп қайтарады. Сондықтан бұл жерде қандай нәрселер айтылса да, бұл мен ойлаймын енді көп нәрселер нақты болғаннан кейін ғана айтылды. Адам қабылдаса да, енді өзінің даналығы, қабылдамаса енді скорее всего жаңағыдай жасырын нәпсі қалаушылық деген сияқты. Сондай бір нәрсемен кішігірім қорытындылауға болады. Мен Құран аятымен қорытындылағым келеді. Аллах тағала мұнафықтардың сипаттарын сипаттап келеді да. Сол кезде оларға айтады: "Ва иза қила лахум ла туфсиду фил ард" дейді. Мұнафықтарға айтады: "Жер бетінде бұзақылық жасамаңдар" дейді. Бақара сүресінде. Одан кейін олар айтады да: "Қалу нахну иннама нахну". Қалу иннама нахну муслихин. Қателеспесем осылай. Қалу иннама нахну муслихин. Яғни мен не істемеймін? Жер бетінде бұзақылық жасаушылардан емеспін. Керісінше тазартушымын деген сияқты да. Осындай бір нәрсе. Бұл аят не үшін айтып жатырмыз? Енді Аллах тағала айтып жатыр да, мұнафықтарға жер бетінде бұзақылық жасамаңдар деп отыр да. Неге? Өйткені Аллах тағала әділетті баға беруші. Олар айтады: "Жоқ, біз бұзақылық жасап жатқан жоқпыз, жер бетінде тазартушылық жасап жатырмыз" дейді да. Дәл қазіргі уақытта бір істің маманы, мысалға мықты психолог маман, мына жақта псевдо психологтарға жігіттер мынандай нәрсе жасамаңдар деп жатқан кезінде, жоқ, біз қоғамның дертін түзеп жатырмыз деуі жаңағы ақтап алу ғой. Осы нәрсеге келіп қалуы мүмкін. Мен енді психолог емеспін, жалпы кәсіпкер, енді бір теолог маман ретінде айтып жатырмын да. Немесе дін маманы Алла үшін өзінің жеке мүддесіз
діни қателерді айтқан кезінде жоқ, мен бағандай бір қоғамда діни көзқарастарды өзгертіп жатырмын, тым андай аскеттік көзқарастардан шығарып жатырмын деуің, онда Аллах тағала иза қила лахум ла туфсиду фил ард, ей адам балалары, жер бетінде бұзақылық жасамаңдар, қалу иннама нахну муслихин, біз ондай емеспіз, біз тазартушыларданбыз деп тұр. Яғни бұл сипат мұнафықтардың сипаты. Жақсартып жатыр деп па? Иә, анда хадисте Пайғамбар саллаллаху айтқан да мұнафықтың сипатын. Аллах тағала Құранда ескертті, мұнафықтың сипаты қандай болады? Бір іс бойынша білікті маман, жеке мүддесіз, шынайы, әділетті бағасын берген кезінде тоқтай алмауың, бұл мұнафықтардың сипатынан болып қалуы мүмкін. Өйткені сен шынайы ол жерде қоғам үшін, ел үшін жасап отқан болсаң, қоғам үшін, ел үшін сен не істемеуің керексің? Зиян нәрсе жасамауың керексің. Зиян нәрсе не ол? Некесі жоқ болған қыз бен баланы ана жерде билетіп қоюың бір-біріменен. Полды жалатып жіберуің ана жерде, айқайлауың, саған бандай бір жан мұңын айтқан кезде оған қалжыңдап приколсың. Қойшы, сен не мамаңа күйеу болып жүрсің деп. Сен не батяңа не әйел болғансың деп та. Негізі бұл жерде андай бір қарапайым ауылдың баласына ондай әңгіме айтатын болса, анан жағын айырып жібереді негізі. Сондай жетіспей тұр дейсің ғой. Примерно поликлиникаға барады да, неге WhatsApp-ым қай жерде өткенде балалар айтады. Жиылға. Мысалы кетеді. Сол себепті ойлану керек. Біз ескерттік. Бізге келіп, оның курстарына біреу барса да бармаса да бізге ешқандай көп тиын пайдасы жоқ. Мәселе діни құндылықтар тапталып жатқаннан кейін, дін саласындағы мамандар ескертіп жатқаннан кейін, бізді сол нәрсеге бір қолдаушы ретінде подкаст түсірдік и ашып бердік. Жақсылықта жүздескенше.